Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар.
Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін, жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақта, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы
Құдай қандай жағдайда бәріңді қуанышпен тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай, Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен
мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы таныс алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыңмен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен, тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар,
мен қорықпаймын ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып
келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда бәріңді қуанышпен, тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай, Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар.
Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап аман сақтайды, мені өкшелеп қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады, қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым, оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі, айтатын жырым Тәңір ием жайлы, ол адал құтқарушым болып келеді. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін, жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз, барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді, себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін, өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақта, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды.
Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен, тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай, Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар.
оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы таныс алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақта, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз. Жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай, Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием,
маған жар, мен қорықпаймын ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол
адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда да бәріңді қуанышпен, тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақша құмар болмай, өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын, деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар.
Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланысты жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара, бас сауғалаған әділге қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады, қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы таныс алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолыммен сүйемелдеймін. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақта табиғаттан тыс күштер де бізді
Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Үмітіміздің бастауы Құдай қандай жағдайда бәріңді қуанышпен, тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіретімен үміттерің молая түссін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, жігерлендіреді. Осылай, Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Ақшақұмар болмай өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын деген ғой. Сондықтан да біз, ием, маған жар, мен қорықпаймын, ешбір жайттан, не істей алады адам баласы маған, деп нық сеніммен айтамыз. Сондықтан бір-біріңді жігерлендіріп, сенімдеріңді бұрынғыша өзара нығайта беріңдер. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал. Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншің көтерісіңдер. Сөйтіп, Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және ұстамдылықты дарытатын киелі рухын сыйлады. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Сыйынып тұрамын Алла Тағалаға, маған игілік жасаушы Құдайға. Ол көктен көмек жолдап, аман сақтайды. Мені өкшелеп, қудалағанды қорлайды. Я, Құдай рахымы мен шындығын сыйлайды. Жаратқан иенің есімі мықты мұнара. Бас сауғалаған әділге
қауіпсіз пана. Жаратқан иеге мақтау айтыңдар, оның есімін атап сыйыныңдар. Ұлы істерін халықтарға хабарлаңдар. Иемізге ән салып, оны мадақтаңдар. Барлық кереметтерін паш қылыңдар. Оның киелі атымен мақтаныңдар. Оған сыйынатын сендер шаттаныңдар. Иемізге әрі құдіретіне ден қойыңдар. Дәйім оның еркін білуге ұмтылыңдар. Қиналғандарға жаратқан пана болады. Қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сені шын білетіндер саған сенім артады. Ием, тастап кетпейсің өзіңе сыйынғанды. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Сөз жоқ, тек Құдай менің құтқарушым. Оған сеніп қорықпаймын да енді. Жаратқан ие күш қуатымның көзі. Айтатын жырым Тәңір ием жайлы. Ол адал құтқарушым болып келеді. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын. Жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын, қай жағдайда қанағат етудің құпиясымен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш қуат беретін Мәсіхпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын.